Selam достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде үй соғу видеосы болады. Бүгін мен сіздермен бірге әңгіме айтып, үй соғатын боламын. Сіздерге осы видео ұнайды деп ойлаймын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетіңіздер. Мінекей достар, біз уже деген үй соғуды бастап кеттік. Және достар, мен қазір әңгіме айтпасам, өйткені мына видео дым қызықсыз болады. Ешкім көрмейді, дым қызықсыз болады дегендей, көргісі де келмейді, ұнамайды. Сол үшін мен сіздермен бірге әңгіме айтып, отырып, үй соғып тастайтын боламын. Сол үшін ендеше мен әңгімемді бастай берейін. Мен деген достар, білесіздер ме, видео түсіру деген маған қиын. Қараңыздар, оның яғни осылай үй соғасың, үй соғу деген вообще уақытты алады. Және де тағы адамдарды жасайсың, обложка, видео түсіру, монтаждау, оның бәрі 1 сағат почти, 1 сағатқа да болмайды, негізі 2-3 сағат уақытыңды алады. Мен солайынан видео түсіремін. Мысалы, оны только туберлер түсінеді, блогерлер, мен сияқты. Вот солай. Бірақ мен сіздер үшін тырысып, көптеген видеолар, сериалдар түсіретін боламын, еңбектеніп. Ал сіздер менің еңбегімді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Достар, сіздер мектепті сағындыңыздар ма? Уже мектептің басталуына 1 апта қалды. 1 апта, ойлаңыздаршы, мен өзім в шоке болып жатырмын. Білмеймін ше, кеше ғана каникулға шыққан едік, уже бітті. Мен өзім дым түсінбей қалдым. Енді біз көп жерлерге қыдырамыз, солай уақытымыз тез өтіп кеткен сияқты көрінеді. Солайынан уже мектептің басталуына 1 апта қалды. Вообще өзім в шоке болып жатырмын. Енді қалай ойласам болады екен, мен мектепті сағындым, бірақ қатты сағындым деп айта алмаймын. Енді мектептің жақсы жерлері, яғни мен достарымды көргім келіп жатыр, апайларымды, және де мен сабақ оқығанды жақсы көремін. Өйткені деген үйде отырып ішім пысады. Және де сабақ деген, білім деген уже миға керек. Сол үшін мен сабақ оқуым керек. Енді уже сабақ басталған соң мен күніге сіздерге видео салып отыра алмаймын. Өйткені видео салу деген прям қиын. Енді жұмыс істеумен бірдей. Солай мен бір күндер тауып сіздерге демалыс күндері видеолар түсіріп қоятын боламын. Көптеген видеолар, соны салып отыратын боламын. Солай, енді мен сабақ басталған кезде сіздерге уәде беремін видеолар салып тұруға. Вот, достар, айтпақшы, білесіздер, мен тек қана сабақ оқымаймын, менің биім бар. Мен биге қатысамын, кім білмейді. Мен, если что, биге қатыспайтын болсам, азанда уақыт тауып сіздерге видео түсіріп қойушы едім. Енді мен биге қатысамын, мен бұрыннан бері қатысамын, почти кім білмейді. Вот, мен биге қатысам. Мен қараңыздар, мен биге барам, сабаққа барам, үй тапсырмаларын орындаймын. Көптен уақытымды алады. Вот, бұл әңгіме сіздерге қызықсыз болып кеткен шығар, басқа әңгімеге көшейік. Сіздер жазғы демалыста қалай демалдыңыздар? Мен өзім, яғни қызықты қылып өткіздім жазғы демалысымды. Сіздер қалай өткіздіңіздер, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын. Ойламаңыздар, оқымайды деп. Мен обязательно оқитын боламын. Мен өзім туралы айтып кетейін енді. Мен жазғы демалыста бірінші лагерьге бардым. Ол кезде мен 10 күн болдым. Маған қызықты болды. Сол кезде мен туған күнімді өткіздім. Менің туған күнім 29 маусым. Сол кезде мен лагерьге барған тұғынмын. Мен достарыммен ойладым, ояқта достарым, яғни ояқтан достарымды таптым деген. Және де мен ол лагерьге жалғыз барған жоқпын. Әпкеммен бардым, және де өзімнің туысқаныммен бардым.
Вот, және де мен деген походқа шықтым, отбасымен бірге тауға бардық дегенде өте қызықты өтті. Енді біздер жазғы демалыста деген туған күндер көп болды. Менің туған күнім болды, сіңілімнің туған күні болды, және де көп туған күндер болды. Сол кезде мен солай тойладым, өте қызықты болды. Достар, бұл әңгіме сіздердің іштеріңізді пыстырып жүрген жоқ па деп ойлап тұрмын ше. Бұл әңгіме сіздерге қызық шығар. Тағы қандай әңгіме айтсам болады? Вообще есімнен шығып тұр. Достар, сіздер вообще сабақ оқығыңыз келе ме? Мысалы, мен өзім сабақ оқығым келеді. Тағы қалай айтсам болады? Негізі, достар, білесіздер ме, мен видео түсіру деген миымда болған жоқ. Бірінші бізде Мери Токаны кім таниды? Сол жүрек, яғни комментарияға жүректі тастап кетіңіздер, қызыл жүректі. Сол кезде мен көретін болам, Мери Токаны кім таниды екен. Мери Токаны почти барлығы таниды деп ойлаймын, өйткені оның видеолары прям қызықты, күшті. Маған өзіме қатты ұнайды. Енді бұл реклама емес, просто маған өзіме қаттырақ ұнайды. Мен басында соның видеоларын көріп жүретімін, и потом олардың видеолары маған өте қызықты болды. Солай менде негізі мен видео түсіруді вообще білмейтін, мен аккаунт ашуды даже білмейтін, бірақ мен ютубтан ізденіп қарадым, және мен курстарға қатыстым, талай курстарға. Мен содан үйреніп алдым. Потом мен бірінші сериал салған едім, просмотры көп болды, актив көп болды. Достарға менің видеом ұнады, солайынан мен жалғастыра кеттім. Вот, достар, білесіздер ме, сіздер үй соғу деген почти қиын ғой. Менің өзіме қиын. Кімге қиын емес, соны жазып кетіңіздер. Мысалы, мен тока-бока ойнағанды жақсы көремін, өйткені ол қызықты, ішінде өзің сөйлеп ойнай бересің, киімдеріңді ауыстыра аласың. Өте қызықты. Мен өзім кейбір кезде ойнап тұрамын, сіңілім де ойнайды. Вот, достар, мен үй соғу дегенді айтпаймын вообще, маған қиын шын. Кейбір кезде үйлерді маған сіңілім құрып береді, солай. Бірақ сіңілім үйді өте күшті құрады, маған қатты ұнайды. Енді мына үйді мен өзім құрып көріп жатырмын. Кейбір кезде өзім құрамын, ол құрып береді, солайынан. Вот. Достар, менің сіңілімнің жасы 3-те, уже ертең оның туған күні 4-ке толады. Мен бұл видеоны қашан салатынымды білмеймін, бірақ оның туған күні, сіңілімнің туған күні 26 тамыздың, ертең оның туған күні 4 жасқа толады. Және де ол, яғни 7 жасында ма, 8 жасында уже аккаунт ашатын шығар. Мен өзім оған ашып беретін боламын. Ол да мен сияқты сіздерге тока-бока ойынын салатын болады. Ол да түсіргісі келіп жүр, бірақ қазір ол түсіре алмайды. Сол үшін енді ол тока-туберлерді көреді, бірақ та ол түсіре алмайды. Если түсіре алатын болса, әрине де аккаунт ашып сіздерге видео салып тұрады, ал бірақ ол түсіре алмайды. Сол үшін оған көп нәрселер үйрену керек. Сол енді кейін ашатын шығармыз аккаунтты, бірақ қашан екенін нақты білмеймін. Бірақ ол да мен сияқты ютубер болады. Вот, достар, мен не айтарымды білмей жатырмын әңгімеден. Мына әңгіме сіздердің іштеріңізді пыстыртып жатыр ма, білмеймін. Мен өзім әңгіме айтудан, яғни әңгіме айтуды мен жақсы көрмеймін, ал бірақ мен әңгіме айтуды дым білмеймін. Әңгіме айтудан мақаумын ғой даже. Сол, мен әңгіме айта алмаймын вообще, маған ұнамайды әңгіме айту деген, бірақ мен сіздер үшін қызықты болсын деп әңгіме айтып жатырмын. Енді әңгіме айтып, сіздермен істеп жатырмын. Өйткені мына видео қызықсыз болады, ешкім көрмейді. Вот. Ендеше уже біздің үйімізде бітті. Және достар, мен бұл үйлерге заттар қойған жоқпын. Мінекей бұл заттарды қоятын болсам, уже бұл видео созылып кетеді, сол үшін қойған жоқпын. Мінекей достар, осымен менің видеом аяқталды. Міне бұл бөлмені аяқтадық уже деген.
сіздерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса обязательно менің еңбегімді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Қазір қалай соққанымды көретін боласыздар. Және де сіздерге ұнады ма, комментарийға жазып кетіңіздер, қанша балл бересіздер. Ендеше сау болыңыздар. Кездескенше.